Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Кішкене бүгін эфирге ұйықтап қалдым, себебі мама келді. Қасында құшақтап ұйықтап едім, кетіп қалыппын ұйқыға. Бар, кете беріңе деп тұр ғой. Сол бүгін эфирді қараңыздар. Кәдімгі настроением күшті болыпты да. Бір айгүлдер көбейіп жатыр ма да. Короче, маманың Индиядан беріп жүрген подаркаларын алып, мен ішке келе жатырмын. Құрметті достар, дәл осындай көліктер тек қана оны Алматыда. Қазір Инстаграм қалдырып кетемін. Егер де Алматыға келіп жатсаңыз, жалпы шаруалар керек болса, тумаларың келіп жатса, осындай жақтан сіздер реально машинаны арендаға аласыздар. Жақсы ценада. Упучуктан келдім десеңіздер, красавчик деп айтады. Жаңағы вальс бұл негізі мамаға еді жігіттер. Қыздар, ладно енді. Өзің. Рахмет, көп қолдаушыларыма. Қандай екен? Анаң аман болсын. Әне. Қалайсыздар? Сен қайтайып жүр. Бешар достар, қалайсыздар? Пижама мен футболканы әңгімесі әрі де кішкене қазір талқыланып жатыр достар. Пижамалар біз бірінші поток келген моментте бірден таратып берген болатынбыз. Енді футболкалар көбісі келді. Ол енді уже Қытайдың таможнясы өтіп, Қазақстан таможнясына келді. Және қазір таможняда тексерісте тұр. Білесіздер, ол Қытайдан келген товар бері қарай өту оңай емес. Ол қаншама тексерістен өтеді деген сияқты ғой. Сол үшін сабырлықпен күтсеңіздер болғаны. Сіздерге осы күткендеріңіз үшін біз тағы да Турцияға бір сертификат қосып беріп жатырмыз. Мысалы, Турцияға сертификат 2 адамдық еді ғой. Тағы бір сертификат қосып, общий 4 адамдық сертификат сіздерге қолдарыңызға табыстайтын боламыз. Сол үшін ешқандай да уайымдамаңыздар. Біз сіздерден кешірім сұраймыз. Қазақстан таможнясына келген, сол таможняда қазір тексерісте тұр. Сіздерден өтініп сұрарым. Жай ғана сабырлықпен күтсеңіздер, қолдарыңызға 4 адамдық сертификатпен бірге табыстайтын боламыз. Міндетті түрде. Қалайсыңдар қыздар? Қалдарың қалай? Шаштарын күтіп жүрсіңдер ме? Бәрі жақсы ма? Қалдарың қалай, амансыңдар ма? Ел жұрт, бала-шаға, жігіттерің, күйеулерің, любовниктерің аман ба? Қыздар әдемі жүргілерің келсе, күшті, сұлу болғың келсе, красавица болғың келсе, надо что? Надо вкладывать себя. Так что, чтобы вкладывать, надо краситься. Волосы надо покрасить. Братжан, ассалаумалейкум. Бір сәлем деп қойшы. Осы жігіттің кофесі мықты. Бір капучино болса, бір кішігірім ең кішісін. Кейбір орехынан болса, печенье болсаң көшіп көр дейді. Квартира қарауға жатырмын ғой. Четко квартира тауып алған ғой. Бірақ қымбат. 400 мың дейді айына. Бірақ маған ұнап тұр. Енді бүгін келісіп жатсақ, соны аламын. Енді мән-жай мынандай да отыр. Затым киімім көп, жартысын ауылға беріп жүгіріп, жартысын осылай алып қалу керек болып тұр. Жалпы машинасы бар адамдар болса, көмектесуге, көшуге көмектесіңдер. Бүгін жақсылап жұмыс істеп тастадық. Андуше жұмыс істедік. Ертеңге бір окошко бар. Бір сложный окрашивание болса, ертең и бір тонировка болса, ертеңге жазыламын десеңдер, келіңдер. Осы айдың соңына дейін білесіздер ғой, менде жеңілдік екен. Так что қолдан болыңдар. Қолшатырды алып алғам қасыма. Я достар, мен бәрі сұрап жатыр, Айгүл қайда деп. Айгүл уже все. Айгүлмен таныстық тоқтаған бізде. Мен эфирден кеткен жоқпын. Сол, мен қазір бір қандай да бір себептермен сыртта жүрмін. Сол, біраз проблема деген мынадан асады да. Так что сол проблеманы шешу үшін сыртта жүрмін. Проблема деген бастан асады. Жалпы сол.